Баршаңызға қайырлы күн. Біз Өскеменге баламыз екеуміз келдік қыдырып. Бұл жақта бізді папамыз күтіп алды, қыдыртып, барлық жерлерді бізді көрсетті. Почти что ресторандардың біразын көрдік. Ең бірінші бізді осы құрт деген ресторанға алып келді кешкі тамаққа. Мұнда тағамдары өте дәмді екен, ерекше жасалған. Біздің Шымкенттен гөрі өзгешелеу екен. Біз өзімізге осы менюдан бешбармақ және нан қуырдақ заказ бердік. Мұнда нан қуырдақпен қоса бауырсақ с медом және қымыз заказ бердік. Енді бізге ең ұнағаны бұл жақтың әселдері өте дәмді екен, және де қымыздар да өте ерекше екен. Міне нан қуырдағымыз келді. Бұл қойдың майына қуырылған, бетіне құрт сеуіп алып кетті, және мына бешбармақ сүрленген етпен және қазымен бірге. Мына бауырсақты уже жеп бітіргенбіз. Әселдері өте ерекше екен дәмі, және де өте дәмді болды, бізге ұнады. Қымыздар да өте басқаша керемет екен. Осында суретке түсетін орын бар екен. Осында не жасап қойған уголок, және де шыға беріс жерінде осындай айна және қарама-қарсы бетінде темекі шегетін орын бар екен. Ресторандардың көбісінде осындай бөлме, арнайы бөлме қойылған. Бізде мұндай не жоқ, өйткені бұл жақта қыста суық болғаннан кейін, далаға шыға алмайтын болғаннан кейін сондай жасалған ба, өздерінің бір ерекшеліктері сияқты. Келсеңіздер осы ресторанға келіп көріңіздер, дәмді.